Армысыздар ма, сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Сағат 11 әдеттегідей Алтай телеарнасында жаңа Қазақстан бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі хабарда біздің аймақтағы өнер мұражайының қызметі жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың төріне келіп жайғасқан қонағымызда бар, таныс болыңыздар. Нұрболат Ғазизов, Шығыс Қазақстан өнер мұражайының маркетинг бөлімінің меңгерушісі. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді ең алғашқы сұрағым мемлекет басшысының Түркістан газетіне жариялаған мақаласынан бастасақ деп отырмын. Өйткені биылғы жылды өзіңіз де білесіз ғой, жасанды интеллект жылы деп бекітті. Енді осы орайда жалпы қандай жұмыстар атқарылып жатыр, және де қандай жұмыстардың жоспары бар, қандай бастамалар бар, осы жасанды интеллектке тоқталып өтсек? Жалпы мемлекет жүзінде жасанды интеллектті қазір қолдау қатты қарқынды жүріп жатыр. Тек қана медицина, бизнес саласында емес, жасанды интеллект мәдениет саласына да ақырын қарқынды кіріп жатыр. Біз жалпы жасанды интеллект орталық Азияда, Қазақстанда қазір бірінші орында тұр десек те болады. Біз өнер мұражайы тәуелсіздік күніне орай өзіміздің шағын көрмемізді ұйымдастырған болатынбыз. Ол жерде бізде 11-ден астам жасанды интеллектпен жасалған картинкалар қойылды. Бір жағынан біз классикалық өнер туындысын жоққа шығарғымыз келмейді. Дегенмен де жасанды интеллект бүкіл әлемде дамып жатқаннан кейін біз де музей ретінде сол темптен қалып қалмауымыз керек. Және де ол жасанды интеллектті мұражайға да біртіндеп кіргізіп жатырмыз. Мысалы үшін болашақта бізде iGid мәселесі туындап тұр. Ол жерде Қытайда, Америкада, Европада көптеген музейлердің ішінде барсаңыздар жасанды интеллект картинкаларды түсіндіріп, iGid қызметін атқарып жатыр. Сондай идеяларды музей төріне де жүзеге асыру ойымызда бар. Жалпы болашақта тек қана iGid емес, бізде мысалы үшін қорымызда 10.000-нан астам картинкалар, мүсіндер бар. Солардың бәрін цифрландырып, жасанды интеллект көзқарасымен ол қалай көреді, соны ғылыми зерттеулер де жүргізу ойымызда бар. Бір картинканы көзбен көру кейбір адамдарға басқа әсер беруі мүмкін. Жасанды интеллект мысалы үшін 20 жыл бұрын салынған, 40 жыл бұрын салынған картинкалардың бояуын, түсін, ол қалай салынды, бір жаңа идеяларды айтуы мүмкін. Мысалы үшін ондай тәжірибелер бізде жаңа айтып өткендей Европада, Америкада, ақш-та көп қолданып жатыр. Мысалы үшін ол жақта бір 100.000-нан астам қорды жасанды интеллект бір аптаның ішінде оны зерттеп, бояуын, және айтқандай қандай құрылымдардан тұрады, соның бәрін анықтап береді. Бұл мүмкіндікті жасанды интеллект тез жүргізеді, жылдам, ғылыми түсінікпен жүргізетін болады. Тамаша, өте дұрыс айтасыз. Шыны керек, қазіргі заманда жасанды интеллект барлық бір сала мамандарының өміріне еніп жатыр. Енді осы орайда кейде азаматтардың жаңағы ақ қарасын ажыратамай жатқан кезеңдерде болады ғой. Егер де осы бір жасанды интеллектпен қандай да бір бейнеролик немесе жаңағы фотосурет жасасақ, бұны азаматтарымыз қалай қабылдай алады? Жалпы бұл дүниеге қалай келу керек деп ойлайсыз? Енді біз қазіргі заманда қоғам болғандықтан түрлі мәселелер бар. Оның ішінде жаңағы жоғарыда айтып өткен қай нәрсенің дұрыс, қай нәрсенің дұрыс емес, жаңағы картинаның жасанды интеллектпен жасалынғанын немесе жаңағы шынайы фотосуретпен айырамай қалуымыз мүмкін. Ондай мәселелер қазір бізде көп болып жатыр ғой. Жалпы жасанды интеллект дәуірі келдік десе де болады.
Мысал үшін интернет пайда болған кезде ол 20 жылдың ішінде адамдардың қабылдауы өте баяу болатын. Енді біз интернет тез пайда болды деп айтамыз ғой. Бірақ та одан қарағанда жасанды интеллектті адамдар қабылдауы өте тез болды. Біз енді жасанды интеллект пайда болғанда біраз жыл ғана болды ғой. Бірақ та қазір бүкіл әлемді бәрі біледі, бәрі қабылдайды. Кейбіреулерінде қорқыныш бар. Бірақ та ол қорқыныш ешқайда кетпейді. Жасанды интеллект ешқайда кетпейді. Біз оны ешқайда қазір енді запрет қойып, ондай жасай алмаймыз. Бірақ та жасанды интеллектпен адамдар арасында симбиоз болу керек деп ойлаймын. Біз оны қабылдауымыз керек, және жақсы жақтарын пайдалануымыз керек. Оның мүмкіндіктері өте көп. Бізде әсіресе өнер бойынша жасанды интеллект барлық салаға қатты қарқынды кірмесе де, басқа қалаларымызда Астана болсын, Алматы болсын, жасанды интеллект барлық салаға кіріп жатыр ғой. Бірақ та оны дұрыс жағынан пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Және де сурет салу қазір оңай болып кеткенімен, классикалық өнер жасанды интеллект пайда болғаннан кейін одан сайын қатты дамиды деп ойлаймын. Өйткені суретшілердің нағыз мүмкіндігі, нағыз өнер туындысын тарихты жеткізетін суретшілер, жалпы оның дәрежесі және беделі одан сайын арта түседі деп ойлаймын. Өте тамаша. Енді суретшілерге, картиналарға тоқталып жатырмыз ғой. Енді осы орайда жалпы өнер мұражайында қылқалам шеберлері өте көп екенін білеміз. Енді қандай бағытта қазір суреттер салынып жатыр? Әлде әрқайсының өзіндік бір ішкі хоббиіне байланысты ма? Енді жаңағы алдына мақсат етеді ғой, мен осы суретті салып едім, немесе жаңағы мен осындай сурет салсам екен деген сияқты. Әлде сіздердің өткізетін көрмелеріңіздің тақырыбына байланысты суретшілерге арнайы бір тапсырма бересіздер ме? Жалпы Шығыс Қазақстан өнер музейі өнеріміздегі республикалық деңгейдегі суретшілермен тығыз байланыста, және олардың қолдауға мүмкіншіліктеріміз аса көп болмаса да үнемі қолдап жүреміз. Оларға арнайы вернисаждар, көрмелерін ұйымдастыруға біздің музейіміз әрқашан есіктері ашық. Және де қазіргі таңда бізде бабалар рухы деген жобамыз бар. Жыл сайын өтетін суретшілердің картинкаларына арналған, картинкаларына біз баға беріп, солардың картинкаларын өзіміздің қорымызға кіргіземіз. Жалпы бізде музейде өзімізде суретшілер жоқ. Біз тек қана туындыларды жас көрермен болсын, осы өнеріміздегі көрермендерге көрсетеміз, өзіміз көрмелеріне қоямыз. Жалпы мен болашақта ойлаймын, суретшілермен біздің музей өте тығыз қарым-қатынаста болу керек. Сонда ғана өнер өрмейді, ол биіктей береді деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Енді осы орайда жалпы суреттердің сақталуына да біраз тоқталып өтсек деп тұрмын. Өйткені ол жерде әртүрлі бояулармен боялғаннан кейін оларды жаңағы бір мекенжайдан екінші мекенжайға апарып, жаңағы жүрмелі түрлі көрмелер бар ғой. Осы орайда жаңағы суреттер бүлініп қалуы мүмкін, немесе жаңағы қандай да бір су тиіп кетуі мүмкін деген сияқты қорқыныштар болады. Жалпы қалай сақталады? Оның сақтауына да мән бересіздер ғой. Бізде онымен арнайы қорғайлана салады. Фонд бар бізде, осы оның қызметкерлері оның сақталуын, температурасын, бояуының температурасы, оның ылғалдылығын, және де оларды жаңаша ешқайда бүлінбеу үшін барлық жағдайларды жасалған. Дұрыс айтасыз, бізде соңғы 1-2 жылдың ішінде біз жылжымалы көрмелер көп апардық. Абайдың 180 жылдығына және Катонқарағайда болған жарыстар болсын, біз сол жаққа өзіміздің көрмелерімізді апарамыз. Бірақ та енді екі жағдай туындайды, бірақ та енді көрермендер көру керек картинкаларды, соларға бір
қызығушылығын арттыру үшін ғана барамыз. Олардың сақталуына арнайы мамандар бар, солар жауапты. Жақсы, тамаша. Иә, енді жаңағы жылжымалы көрмелер бұл жаңағы далада болуы мүмкін, немесе жаңағы қандай да бір ғимараттың ішінде болуы мүмкін. Ол жерде жаңағы күн сәулесінің түсуі бар, бұның барлығы жаңағы әрбір картинаға әсер етеді. Бірақ дегенмен де қылқалам шеберінің сағаттап отырып, немесе жаңағы айлап отырып жасаған суреттерін әрқашанда жаңағы аялап бағалай білу керек. Өйткені біз осы бір картина арқылы сол суретшінің қандай сезімде болғанын сезіне аламыз, және халыққа қандай мағынада суретті ұсынғысы келгенін барлығын осы бір картина арқылы қазір түсінуге болады. Енді шыны керек, том-том кітаптарды оқығанша бір суретке қарап біздің тарихымызды түсіне салуға болады. Осы орайда енді бұл әрбір қылқалам шеберінің өзіндік бір өнері десек те болады, өзінің бір жеке берген даралығы. Енді осы орайда айтып өтсек, енді сіз маркетинг саласында болғандықтан, өзіме де қызығы сол болып тұр. Жалпы мұражайдың дамуына қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарылып жатыр, және де көрермендерді тарту жағы болсын, сіздерге қандай жастағы көрермендер жиі келеді екен? Бізге жаңағы қызығы, бәлкім жаңағы жас бүлдіршіндерде, осы салада қызығатын жас бүлдіршіндерде сіздерге келетін шығар, және де осы бүлдіршіндердің қылқалам шеберлерінен сабақ алуына мүмкіндіктері бар ма? Өйткені болашақта менде осы бір сурет салғым келеді деп армандайтын балалар үшін бір ғана сабақтың өзі үлкен бір жетістік болуы мүмкін. Иә, өте дұрыс айтасыз. Жалпы менің негізгі міндетім, жұмысым музеймен осы қала тұрғындарын, республика тұрғындарын байланыстыру. Әлеуметтік желі болсын, оларды жеткізуіміз керек. Музей ол тарих және де болашақ. Біз кітаптан көптеген білім алатын болсақ, том-том, және сөзді дұрыс айтып кеттіңіз, том-том кітап оқып сол бір тарихын білетін болсақ, бір қылқаламның сурет арқылы бір үлкен бір тарихи деректерді түсінуге болады деп ойлаймын. Жалпы соңғы 1-2 жылдың ішінде қала тұрғындары музейге деген қызығушылықтары артып келе жатыр. Оның бірде-бір дәлелі осы әлеуметтік желілерді ойлаймын. Ол жерде бізде картинкаларды 10 мыңнан астам қоры бар. Солардың бәрін бір күнде көре алмайды ғой. Сондықтан біз оның бәрін әлеуметтік желілерге, сайтымызға саламыз. Оларға арнайы видеолар түсіріледі, бір тизерлер түсіріледі, көрмелерге шақырамыз. Жалпы біздің көрермендер 3 топқа бөлуге болады. Жасөспірімдер, оқушылар бізде, және де орта таптар, және де бізде орта тапқа асқандар. Әрқайсысына біз жеке-жеке көрмелер және жеке-жеке шаралар өткіземіз. Өйткені мұражай жас ерекшелігі жоқ. Оны кез келген адам көре білу керек, түсіне білу керек. Соған орай бізде қызмет жасауымыз керек. Әрбір жастарға түсінікті ретінде шаралар ұйымдастыруымыз керек. Біздің қазір бір кемшілігіміз деп айтуға болады. Бізде қазір қандай жас суретшілерге қолдау жоқ, шын айтқан кезде. Оларға арнайы бір суреттері салатын бір жағдайлар жасалмаған десек те болады. Арнайы сабақтар жүрмейді, үйірмелер жоқ десек те болады. Бірақ та біз оның орнын жас суретшілермен әрқашанда мастер-класстар өткіземіз. Және де жұлдыз мектебі бар. Біз жұлдыз мектебімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Сол оқушылардың жыл сайын дипломдық жұмыстарын бір ай ішінде көрмеге барлық жағдайларын жасап береміз. Олардың орналасуын және де адамдардың қызығушылығын көру үшін. Музейімізге қазір әлеуметтік желі арқылы картинкаларды көп шығармауға тырысамыз. Себебі жалпы бір музейдің қызығушылығын арттыруымыз керек те. Картинкаларды музейдің ішінде келіп көру керек, түсіну керек, сезіну керек. Әлеуметтік желіден көріп алғаннан кейін оны қызық етіп қалады дейсіз ғой? Қызық етіп қалады. Бірақ та енді
афиша жасасақ та оларды тек қана авторын бейне жазып отырсамыз, қалған жұмыстарды енді біз жұмыстарды көрмелерді әлеуметтік желілерге шығарамыз, бірақ та енді адамдардың қызығушылығын арттыру себебімен музейге тартуымыз керек, көру керек. Бірақ та бізде енді егер де республикалық деңгейде өскіміз келетін болса, сайттармен тығыз қатынасып жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Оларға арнайы бір тур, музейдің ішіндегі турларын көру керек, кейбір деректерді беруіміз керек, кейбір картинкаларды көруіміз керек. Мысалы үшін, егер де бір жас ғалым болсын, бір ғылыми жұмыспен айналысқысы келетін тұлғалар болса, оларға қолжетімді болу керек, картинкаларды көру үшін, авторын білу үшін, тарихын білу үшін деген сияқты. Жалпы музей тек қана көрермендермен емес, және де ғылыммен де айналысу керек деп ойлаймын. Екеуі тығыз байланыста, көрерменмен де және ғылыммен де жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Енді қоғамның пікірі әртүрлі болуы мүмкін. Енді қоғамның өзінің қалауы бойынша жаңағы қандай да бір тақырыпта бір суреттерді көргісі келетін шығар. Енді мен өз басым айтып өтсем, жалпы үйімде картиналар тұрғанды жақсы көремін. Сіздерге көрмеге келген халық тарапынан енді мына картинаны сатып алсам деген сияқты ниеттерін білдіріп жатам. Өйткені шыны керек, картиналарда қазір енді интернет дүкендер бар, сол жерден тапсырып беріп жатамыз. Немесе жаңағы бір арнайы бізде қазір бір картиналар сататын жер бар деп, дүкен бар деп айта алмаймыз. Енді оның барлығын бір іздестіріп, қала бойынша қарастырып қарамасақ, көбінесе осы интернет дүкендер біз алатын жерлер, немесе жаңағы осындай бір музейде қызыққан кезде бір ғана данада салынған сурет болғандықтан, ерекше сурет болғандықтан, жаңағы өзінің бір жеке даралығымен салынған суреттерді халық тарапынан қызығушылық жасап, осы суретті мен сатып алсам, үйіме іліп қойсам деген сияқты тілек ниеттерін қаншалықты білдіріп жатады? Бізде бір келген көрермендердің арасында қызығушылықтары болады. Осы картинканың тарихын білгеннен кейін кейбір адамдар болады, осы картинкамен ауыратын адамдар болады. Жинайтын, коллекция ретінде жинайтын адамдар болады. Бірақ та біздің музей тек қана көрме ұйымдастырады. Картинкаларды біз керісінше біз сатып аламыз, қорға жинаймыз. Біз оның болашағына жауап береміз деген сияқты. Бізде Әбілхан Қастеевтің туындылары бар. Жалпы Әбілхан Қастеев жайлы бір қызықты деректер айта кетсек, ол алғашқы қазақ болды Америкада өзінің туындыларын көрме ретінде ұйымдастырған, көрмесі ретінде жасаған алғашқы қазақ болды. Және оған көптеген қызығушылықтар көп артты. Содан кейін оның картинкаларын жан-жақтан сатып ала бастады. Бізде көп картинкалар көбінесе көшірмесе болып келеді. Бірақ та бір данасы бар, Әбілхан Қастеевтің түппе-түп нұсқасы. Ал қалған нұсқалардың көбі бізде Алматы қаласында ұлттық музей қорында сақталған, картинкалары өте көп. Бірақ та бізде бұрынырақта болған, қазір бізде ондай жоқ. Суретшілердің көрмесі болады. Көрмесін көрермендер қызығушылық танытса сатып алады. Бірақ та біз қазір ондаймен айналыспайды. Себебі музей коммерция емес. Музей тек қана рухани байлық беретін жер, азық беретін жер. Музей қызметкерлері тек сонымен айналысу керек деп ойлаймын. Коммерциямен айналыспау керек. Коммерциямен айналысатын бізде музейлеріміз бар. Ол жерде бізде жаңадан ашылған Алматыда музей бар. Ол таза коммерциялық алғашқы музей болып ашылды. Сол жақта көптеген шетелдік картинкалар, басқа да өнерлі картинкалар өте көп. Қызығушылық танытып жататын болса адамдар, сол Алматыдан барып сатып алса болады.
Ал біздің тек музей жаңа айтып өткендей қала тұрғындарымен байланыс орнату. Жалпы кейбір адамдар болады музейге келген кезде ішкі жан дүниесі дұрыс емес кездері болады, бір күйзеліс кезінде болады. Содан кейін бір қандай бір жағдайлары болады. Бізде бір қызық оқиға болған. Сондай бір көрермен келген болатын. Бір картинкаға қарап бір сағат отырды қойдым. Бір сағат отырады. Сосын бір сұраймыз ғой енді, сізде бәрі жақсы ма деп айтады. Бір айтады, сөз бір картинкаға қарап отырып, бір ішкі жан дүниемде сол картинкамен менде бір қатты байланыс болды. Басқа бір әлемге кіріп кеткендей болдым дейді де. Сондықтан бір көрермендері болатын болса, картинкалар мен суреттермен сөйлесе білу керек деп ойлаймын. Бір ішкі жан дүниесін жеткізетіндей, бір басқа әлемге, тылсым әлемге бір жаңа идея, жаңа көзқарас алып келетіндей болу керек деп ойлаймын. Сондай бір жағдайлар болып тұрады, көп жағдайлар сондай. Өте керемет, тамаша. Енді шыны керек, рас айтасыз, өнер сатылмайды, ол тек қана бағалану керек. Енді осы орайда әрбір қылқалам шеберінің жасаған қаншама еңбектері халық тарапынан осындай үлкен бір қошеметке бағаланып жатса, бұл суретшінің салған жаңағы өзінің суретінің бір жемісі деп білеміз. Енді суретшілер тарапынан өзімізде сіздердің әлеуметтік желілеріңізді қарап байқап отырамыз. Жаз кезінде ашық аспан астында сурет салу кезеңі болады екен. Енді бұл азаматтар арнайы осы бір жерге барып, көрген көріністі пейзаж дейміз, жаңағы портрет салып жатады. Сол суреттерді дәлме-дәл сол бір табиғат аясында салып жататын кезеңдер болады. Енді осыған бір тоқталып өтсек, өйткені шыны керек, самал желмен ашық аспан астында салынған суреттер де бір ерекше бір энергиямен, ерекше бір қасиетпен салынатын шығар. Біз бағана жаңа айтып өткендей, музей суретшілермен тығыз қатынаста болу керек. Пленар өтеді бізде жыл сайын. Қыста және де жазда. Осы өзіміз білеміз, шығыстың табиғаты қандай керемет. Бізде көптеген портреттік суреттер көп болғанмен, бірақ та бізде пейзаж жанры сәл аздау болып келеді. Соның орнын толтыру үшін осы табиғатқа соның бір көркемдігін жеткізу үшін көптеген шығады. Жалпы бізде біздің суретшілеріміз, осы шығыс өңіріндегі суретшілеріміз тек қана көрме ұйымдастырмайды. Бізде тарихи деректердегі кітаптар бар. Сол үшін тарихқа енген суреттері бар, балаларға арналған, және де көптеген батырларымыз бар, бір жазушыларымыз бар, ақындарымыз бар. Өздеріміз үшін фото саласы дамымаған кезде суретшілердің суреттеу арқылы көптеген тарихтар жеткен болатын. Осы кітап беттеріне шыққан біздің тұлғаларымыз, батырларымыз бар, мысалы үшін, соларды да жеткізе біледі. Сондықтан біздің суретшілеріміз тек қана бір табиғатқа шыға бермейді, сондықтан да бір жаңа айтып өткендей, ол тарихты да жазады деп айтсам болады. Көптеген кітаптардың беттерінде қалады, тарих болып қалады. Өте керемет. Енді осы орайда бір сұрағым туындап жатыр. Жалпы өзіңізде қызығып суретшілерден сұрап көрдіңіз бе? Мысалы, жаңағы бір суретті суретке қарап салған оларға жақсы ма? Әлде жаңағы өзіндік бір ішкі жан дүниесімен, өзінің бір идеясымен ойындағы бейнесін қағаз бетіне түсіру барысы қай бағытта көбінесе суретшілер жұмыс жасайды екен? Суретшілердің көбінесе адам әртүрлі болғаннан кейін суретшілер әртүрлі болады. Олар әртүрлі жанрда салады. Біреуі табиғатқа қарап салатын болады. Біреуі тек қана ішкі жан дүниесін жеткізетін суретшілер болады. Олар әртүрлі салады. Олар адамдар әртүрлі болған сайын суретшілер де әртүрлі болады. Сондықтан әртүрлі туындылар туады. Сол үшін суретшілердің бәрі бірдей ойлайтын, және де бәрі бірдей ойлайтын, бірдей көзқарас алатын болса, барлық туындылардың бірдей болып кетеді. Сондықтан әрбір суретші ол бір табиғаттан туған дарындылығы, және бір құдайдан келген бір таланты болады деп ойлаймын. Оларда өнер адамдары, оларда үлкен талант бар.
мысал үшін жазушылар әртүрлі жазатын болса, әртүрлі бағытта сол сияқты суретшілерде өздерінің туындылары бар. Мысал үшін біз кез келген бір кітапты оқитын болсақ, қай жазушы жазғанын біле аламыз ғой. Сол қалай суретші салған суретіне қарап, қай суретші салғанын көре аламыз. Сондықтан әрбірінің бояуы, салған суреттері әртүрлі. Жақсы, тамаша. Енді мынандай бір қызық сұрақ қойсам, жалпы мұражайдың негізгі мақсатты аудиториясы кімдер деп ойлайсыз? Және айтып өткендей, аудиториясы барлық қала тұрғындары мен көрермендері. Жаста шектеу жоқ, иә? Жаста шектеу жоқ. Енді ой саласы, енді бір айтуы мүмкін, бір 2 жастағы бала қалай суретті көре алады деп, бірақ енді біз бәріміз білеміз ғой, енді жас кезімізде, кішкентай кезімізде ең бірінші бір қарындаштармен, бір бояулармен, краскілермен сурет салуға қызығамыз ғой. Сол сияқты кішкентай балада музейге келген кезде қатты қызығады. Сол сияқты жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша әртүрлі жаңартылған бір майлы бояу деген бар. Майлы бояумен салынған суреттерді жас балалар жастайынан көріп өсетін болса, бір өмірдегі бағыттар әртүрлі болып келеді екен. Өйткені суреттерді әртүрлі көреді. Ол жерде мысал үшін бізде бір 7 түс деп есептейміз, бірақ та бір 40-тан астам түстер бар. Солардың бәрін егер де жас бала түсініп, солардың әрқайсысын айыра алатын болса, ол үлкен бір деңгейдегі тұлғалар болады деп ойлаймын. Сондықтан балаларды, жасөспірімдер жалпы жастайынан музейге келу керек деп ойлаймын. Соларды көре білу керек, тани білу керек. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі тіпті әлеуметтік желіде баланың моторикасының дамуына түрлі әдіс тәсілдерді жасап жатыр ғой. Енді осы орайда сурет салуда балаға бір үлкен терапия деп білеміз. Бұл жаңағы суреттердің түсін ажырату, немесе жаңағы сызығынан шығып кетпей бояу, немесе өзінің бір ішкі жан дүниесін осы бір сурет арқылы жеткізуде бұл үлкен бір қазіргі таңда қуаныш. Өйткені шыны керек қазіргі қоғамда бала мен ата-ананың қарым-қатынасы біраз мәселелер бар. Бір-бірімен жаңағы ата-анасы жұмыс басы болып кетеді, баласын қоғам тәрбиелеп жатады, немесе жаңағы әлеуметтік желіге балаларымыз кіріп кетіп жатады. Енді суретпен алданған бала, бұның болашағы үлкен зор деп айтсақ болады. Өйткені шыны керек қазір екінің бірін алатын болсақ, балалардың қолында ұялы телефонды ғана көреміз, түрлі ойындар, гаджеттармен түрлі ойындар ойнап жатады. Енді осы орайда өзіңізден сұрап өтсем, жалпы қазіргі қоғамда осы әлеуметтік желі, ақпарат заманы өте қатты дамып жатыр ғой. Енді сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір платформалар бар ма, немесе жаңағы қандай да бір жұмыс жоспары бар ма? Өйткені осы бір әлеуметтік желіні дамыту, оны және халыққа дұрыс зерделенген, жаңағы зерттелген нақты ақпарат беру үшін. Бізде барлық әлеуметтік желілер, Instagram болсын, Facebook болсын, YouTube болсын, TikTok болсын, қазір дамып жатқан Трес болсын, барлық әлеуметтік желілеріміз бар. Бірақ та көп көрермендер бізде Instagram арқылы, ал республикалық көрермендер көбінесе YouTube арқылы көреді. Біздегі алдағы жоспарда қазір енді жасанды интеллектте жатырмыз ғой. Жасанды интеллектпен жасалған картинкаларды ажиотаж етіп, соларды басқа деңгейге, басқа бір түске бояу, сол арқылы жасау жоспарлануда. Жалпы тағы бір дерек айта кетсек, бізде қазір NFT деген сала бар. Ол жерде барлық картинкалар тек қана облака деген бар. Облака деген өмір сүреді. Мысалы үшін бізде бір миллиондаған картинкалар NFT саласына кіргізіледі де, шын өмірдегі картинка өртеніп жүреді. Сонда ол тек қана бізде әлеуметтік желіде, және де оның өзінің авторы болады. Сол облака деген сақталады. Және де ол өмір бақи содан қалады. Ешқандай бір авторға, және де басқа бір тұлғаларға сатыламайды деген сияқты. Тек қана ең бірінші қолданыстағы адам сол тұлға болып қана қалады. Біз енді бір жоспарда бар. Кейбір картинкаларымызды NFT саласына кіргізіп көрсек деген
мысалы үшін жасанды интеллектпен жасалған картинкаларды NFT саласына кіргізіп, сол бір басқа бір өнерлерге таратсақ деген ойымыз бар. Жалпы бір директор тағы айта кететін болсақ, бір бала болатын қытайлық бір оқушы болған. Енді NFT жасанды интеллект енді дамып жатқан кезде бір картинкасы бір маймылдың суретін салады. Өз қолымен салады. Елестетіп көрсеңіздер, енді сол картинканы сатып алу NFT-ге салғаннан кейін $1 миллион сатылады. Кішкентай бір баланың туындысы $1 миллион сатылады. Сондықтан бір заман өзгеріп жатқаннан кейін музей саласы да бір жаңа бағытқа көшу керек деп ойлаймын. Тек қана әлеуметтік желі емес, бізде көптеген салалар бар, сайттар бар, басқа да бір өнеріміздегі Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан болсын, соларға көрмелеріміз сайттарына салыну керек деп ойлаймын. Сол бағытта жұмыс істелініп жатыр. Және де жасанды интеллектпен жасалған Бостон жолы жасанды зерде көзқарасы бір алғашқы өнеріміздегі жасанды интеллектпен жасалған көрме өткен болатын. Ол идея бізде Алматыдан келген идея болатын. Алматыға Қастеев музейінде жасанды интеллектпен жасалған республикамызда алғашқы көрмелер болған. Сол идеяны өзіміздің облысқа өнерге алып келсек деген идея болған. Жасанды интеллект арқылы сол әлеуметтік желімен байланыстырып, жасанды интеллектпен жасалған картинкаларды көрмесін ұйымдастыру ретінде мүмкін жаңадан басқа бір музейге қызықпайтын адамдар мүмкін қызықтыратын шығармыз деген ойдамыз. Соларды жалпы музейдің көрермендерін жан-жаққа артыруымыз керек қой. Сондықтан біз барлық әлеуметтік желі қандай да бір жұмыстар болсын атқаруымыз керек. Соның бір саласы осы жасанды интеллектпен жасалған картинкаларды көрмесін ұйымдастыру деп ойлаймын. Бізде енді бір жоспарда бар. 15 сәуір махаббат күніне бір ерекше бір идеялар, бір салынбаған бір картинкаларды салу жасанды интеллект арқылы. Бірақ та енді сол арқылы мысалы үшін бізде осы жолы бір бостандық жол көрмесі өтті ғой. Соғда біз жастар өте көп қызықты. Әлеуметтік желіден бізде бір афишаларымыз шыққаннан кейін ешкім күтпеген қонақтар келді. Бір ай көлемінде өтті. Айта аламын, бір ай көлемінде 7-8 мың көрермен келді. Тамаша. Ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан болашағы бар деп ойлаймын. Мәселе ол жерде ойлап қалуы мүмкін көп адамдар классикалық өнерді құртып жібере ме деген. Бірақ та ол жерде классикалық туындылар ешқашан өлмейді. Ол керісінше жаңа айтып өткендей дами береді. Және де классикалық туынды үлкен бір биікке шыға береді деп ойлаймын. Сондықтан біз барлық жұмыстарымызды осы әлеуметтік жері арқылы кеңінен қолдануымыз керек. Әлеуметтік желідегі өзіміздің парақшамыздағы оқырмандардың да санын көбейтуіміз керек деп ойлаймын. Сонда музей өлмейді, музей өмір сүреді. Осы музейсіз көрермен болмайды. Онда музейде көрермен келмесе, ол өлді деген, музей өлді деген деп айтуға болады. Себебі енді музейдің картинкаларын ешкім көрмесе, оны музей не үшін жұмыс істеген сияқты. Сондықтан біз музейдің көрермендерін арттыра беруіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан олардың бір себебі әлеуметтік желі деп ойлаймын. Сондықтан біз дамытуымыз керек. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі қоғамның басты талаптардың бірі болып тұр. Енді барлығының қолында ұялы телефон болғандықтан, енді барып жүрмей, бірінші ең алдымен осы ұялы телефон арқылы ақпаратты біліп, кейін жаңағы қызығушылық танытып барып жатамыз. Енді бұл рас дүние. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, жасанды интеллект арқылы картиналарды жасадық деп. Енді маған да көрермендерге де қызық болып тұр. Бұл қалай жұмыс істейді екен? Жаңағы салынған картинаның бір шетіне бәлкім жаңағы QR код қойып қоясыздар, сол арқылы әрбір азамат өзінің ұялы телефон арқылы көре ме? Енді осыны айтып өтсеңіз, қалай жұмыс істейді бұл?
біз бағана бір айтып өткендей бір жасанды интеллект көрмесін қойғаннан кейін енді айгидті де қолдан көрдік. Жасанды интеллектке бірінші картинкасын жасатып алдық. Бірақ енді бір туындыны сразу айта кетсек, оның автор кім болады деген үлкен сұрақ болды бізде. Енді бізде онда заңды түрде әлі қарастырылмаған ғой. Мысалы, картинканы кез келген адам жасай алады, бірақ оның автор кім деген. Ол автор сақтала ма, авторлық құқық бола ма деген. Ондай мәселе болды. Жасаймыз ба, жасамаймыз ба. Бірақ та енді басқа өнерлерде жасап жатқаннан кейін біз де жасап көрейікші дедік. Ең алдымен оның жасанды интеллект арқылы арнайы программалармен картинкаларын тірілттік. Бірақ та енді оның бір мағынасын, бұл жерге бір символдар қосу, бір ой салатын, бір ерекшелігін керек болды да, өйткені адамның миына келмейтін бір символикаларды ішіне қосу керек болды. Кейбір адамдар көреді, кейбір адамдар көрмейтін сияқты соны символдарды. Сондай бір символдарды қостық. Содан кейін картинкаға сипаттама бердік. Және сол сипаттаманы, картинканы сол күні, ашылу күні жасанды интеллект өзінің ойын айтып, сол картинканы түсіндіру, айгид қызметін атқарды. Енді бір өнерімізде алғашқы рет сондай болды деп ойлаймын. Сондықтан енді біз болашақта бірақ та енді бір айгидті шамамен қолдануымыз керек деп ойлаймын. Өйткені ол жас көрермендер келген кезде қызығып келеді ғой, енді сондай бір роботтар болсын, сондай бір айгидтер болса деген ойымыз бар. Бірақ енді тағы да бір айта кетейін, жасанды интеллект классикалық өнерді ешқашан өлтіре алмайды. Жақсы, тамаша. Енді жалпы 2025 жылды қалай сәтті аяқтадыңыздар ма? Осыған бір кішігірім болжам жасап, және де 2026 жылы, биылғы жылы қандай жаңа жоспарларыңыз бар? Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді жасанды интеллект жылы болғандықтан алғашқы көрмелеріңіз желтоқсан айында өтіп кетті. Енді биылдыққа бәлкім жаңағы барлық көрмелерді жасанды интеллектпен жасамасаңыздар да, бірақ біразына бір жоспарларыңыз бар ма? Иә, бізде жоспар бар. 25 жылы мен жұмысқа келгеніме бір 6 ай көлемінде ғана болды. Осы сала ұнады өзіме жалпы. Өзім маркетинг саласында жүргеннен кейін музейдегі маркетинг саласы мүлдем басқа. Бірден қызық кеттіңіз, е? Мүлдем қызық кеттім, өйткені ол жерде комиссия жоқ. Тек қана ішкі ойынды сол жерге бір жеткізгені керексің, ал коммерцияда басқандай болғаннан кейін 25 жылы музейде бізде 14 вернисаж болды. Ол дегеніміз 14 суретшінің көрмесі өтті деген сөз. Жеке өзіміздің өнеріміздегі. Алғаш соңғы жылда болмай кеткен бабалар рухы жарыс өтті. Және де бір болашақта 26 жылы мүмкін жас көрермен, жас суретшілерін байқауын өткізсек деген. Өйткені жыл сайын егерде болып жатса өнерге деген қызығушылық арта береді ғой. Сондықтан жас ерекшеліктеріне қарай балаларға арналған мүмкін байқау өткіземіз деген ойымызда бар. Және де жасанды интеллектке қатысты бір көрме болады деп ойлаймыз, міндетті түрде. Өйткені ол қызықты адамдар қызыға береді деп ойлаймын. Жоспарымыз осы, және де әртүрлі платформаларды дамыта беру. Жасанды интеллектті ғылыми тұрғыда, ғылыми зерттеулерге қызметкерлерімізді үйрету. Өйткені бізде бүкіл мамандарымыз біле бермейді ғой. Сондықтан оларды үйретуіміз керек деп ойлаймын. Жалпы осы болашағымызда. Жақсы, тамаша. Енді көп рахмет. Енді алдағы жоспарларыңыз тек қана сәтті іске ассын деген тілек ниетіміз бар. Арнайы уақыт бөліп, сүбелі сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Енді жұмыстарыңыз тек қана табысты болсын. Рахмет көп. Қымбатты көрермен, өнер сатылмау керек, ол қашанда тек қана халық тарапынан бағалану керек. Сонда ғана біз өнердің алтын бір шегіне жететін боламыз. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана жаңа Қазақстанның келесі санда жүздескенше аман сау болыңыздар.